Сәлем достар! Бүгін мен сіздерге маңдайдағы әжімді кетірудің жолын көрсетемін. Ендеше бастаймыз. Мінекей қараңыздар, тура мен секілді екі қолмен маңдайды кезек-кезек ешқандай кремсіз, ешқандай майсыз, құрғақ теріге осылай жасаймыз. Маңдайымыздың бұлшық етін белсендендіріп, қыздырып аламыз. Сіздерге менің каналым ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуіңізді өтінемін. Мұқият болып, осы жаттығуларды жасасаңыздар, нәтижесін береді. Қолдың мына жерімен баса отырып, бұлшық етті қозғай отырып, өзіңізге ауыртпайтындай етіп, бұлшық етті белсендендіреміз. Енді тура мен секілді ортаңғы саусақты қастың үстіне қойып, бұлшық етін нықтап ұстап, және басымызды сәл төмен түсіріп, жылжытамыз. Асықпаймыз. Саусақ өздігінен жай қимылдап жылжу керек. Шаштың өсетін жеріне дейін жеткіземіз. Осыны бірнеше рет қайталаймыз. Мінекей қараңыздар. Үшінші рет жасап жатыр. Және бұл беттің де салбырауын көтереді. Жасап көрсеңіз, маңдайыңыздың бұлшық етінің соншалықты жұмыс істеп қызғанын байқайсыз. Бұл жаттығуды күніне есіңізге түскен кезде 1-2-3 рет жасап тұруға болады. Есіңізге түскен бойда жасай саласыз. Еш қиындығы жоқ. Мінекей қастың үстіне сәл түсіреміз. Одан кейін асықпаймыз, ол өзі сырғи бастайды. Мінекей. Енді жаңағыдай әрекетті қайталаймыз. Бұлшық етімізді екі жаққа бұл әрекеттен кейін сіздің қабағыңыз ашылып, көтеріліп қалады. Маңдайыңызбен қоса қасыңыз да көтеріледі. Енді мына екі жер, қолымыздың екі жерін маңдайымызға, қасымыздың үстіне тіреп, тура осындай әрекетті бірнеше рет қайталаймыз. Шаш өсетін жерге дейін. Мінекей. Осылай да жасаса болады. Көзімізді төмен салып, қасымыздан тіреп отырып, жай ғана өзінің сырғу қалпымен сырғытамыз. Маңдайымызды сипалап, бұл әрекеттерді 1 ай бойы үздіксіз жасайтын болсаңыз, маңдайыңызда әжім сызықтары болмайтын болады. Мінекей осылай аяқтаймыз. Маған ұнады, сіздерге де кеңес берем жасауға. Қасыңыз көтеріліп, маңдайыңыздағы әжімдер кетеді.
Sağ bolыңыздар.